Наркоз – бұл хирургиялық немесе ауыр медициналық процедуралар кезінде қолданатын анестезия әдісі. Көпшілік наркоз туралы тек ұйықтатып тастайтын дәрі деп біледі. Бірақ оның ар жағында өте күрделі ғылыми механизмдер бар. Наркоз қалай әсер етеді? Наркоздың негізгі мақсаты ауырсынуды басу, науқастың есін уақытша өшіру және бұлшықеттерді босаңсыту. Ол үш негізгі компоненттен тұрады. Гипноз ми қыртысының қызметін уақытша тоқтатады. Бұл адамның есін жоғалтуына әкеледі. Аналгезия ауырсыну сигналдарын миға жібермейтіндей етіп, жүйке жүйесін бұғаттайды. Бұлшықеттің босаңсуы хирургия кезінде науқастың қозғалысын болдырмау үшін қолданады. Наркоз түрлері. Жалпы наркоз адам толық есінен айырылады. Ештеңе сезбейді, оянғанда болған жағдайды есіне түсіре алмайды. Жергілікті анестезия белгілі бір дене бөлігінің ауырсынуын жою үшін қолданылады. Мысалы, тіске анестезия жасау. Спинальды және эпидуральды анестезия төменгі денені жансыздандырады, көбінесе босану кезінде немесе аяқ-қол операцияларында қолданылады. Наркоздан кейін неге кейбір адамдар тез есін жинаса, ал кейбіреулер ұзақ уақыт есеңгіреп жүреді? Бұл адамның жеке физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Жасы, салмағы, бауыр мен бүйректің жағдайы, генетикалық факторлар маңызды рөл атқарады. Кейбір адамдарда анестетиктер тез ыдыраса, ал кейбіреулерінде баяу шығарылады. Наркоз кезінде түс көруге бола ма? Кейбір адамдар наркоз кезінде түс көргендерін айтады. Бұл негізінен анестезияның жеңіл деңгейінде болғанда кездеседі. Бірақ терең наркозда ми мүлдем өшіріледі. Сол себепті ештеңе елестемейді. Наркоздан кейінгі қызықты құбылыстар. Кейбір адамдар оянғаннан кейін эмоциясын басқара алмай жылайды немесе күлкіге қарық болады. Бұл миға әсер ететін химиялық өзгерістерден болады. Кейде оянғаннан кейін адамдар уақыт пен орынды шатастырады. Анестезия амнезиясы. Кейбір науқастар операцияға дейінгі немесе кейінгі бірнеше сағатты есіне түсіре алмайды. Анестезиолог медицинадағы ең қауіпті мамандықтардың бірі. Анестезиологтың жұмысы хирургтан кем емес. Дозаның сәл артық немесе кем болуы өмірге қауіпті жағдай тудыруы мүмкін. Сондықтан олар әр науқас үшін жеке дозаны есептеп наркоздың бүкіл процесін бақылайды. Наркоз миға зиян ба? Көптеген зерттеулер көрсеткендей, қысқа мерзімді наркоз мидың жұмысына қатты әсер етпейді. Бірақ ұзақ уақытқа созылған немесе бірнеше рет жасалған наркоздан кейінгі когнитивті қабілеттер аздап төмендеуі мүмкін. Әсіресе егде жастағы адамдарда постнаркоздық делирий байқалуы мүмкін. Олар біраз уақытқа дейін есте сақтау қабілетін нашарлатады. Наркоздан кейін тезірек айығу үшін не істеу керек? Көп су ішу, бірақ дәрігер рұқсат берсе ғана. Қозғалыс, төсекте жатып қалмай аздап серуендеу керек. Оттегі қабылдау, таза ауада серуендеу ми жұмысын тезірек қалыпқа келтіреді. Теңгерімді тамақтану, ақуыз бен витаминдерге бай тағамдар денені тезірек қалпына келтіреді.